Сәлем достар, мен сіздерге бүгін пинетканың ең оңай тоқылу жолын көрсететін боламын. Ол үшін бізге әдеттегідей крючок және жіп керек болады. Өте оңай және қарапайым болып шығады. Сол үшін әдемі көрінеді. Сол үшін видеоның соңына дейін қарасаңыздар, қандай болатынын көретін боласыздар. Жұмысымызды бастаймыз. Ол үшін мінекей. Бізге былай жұмысымызды бастағанда міне кольцомен бастаймыз, міне көрініп тұр ғой. Енді осы жерден 2 петля аламыз. 2 петля енді столбик жартылай тоқимыз. Мына жерде қазір 3 болып тұр. Осыны 2-ден 1 шығарып аламыз. Ары қарай шығармаймыз. Тағы да 2-ші столбикті істейміз. Мінекей. Қазір мен крючогымда 4 болып тұр, қарасаңыздар. Осыдан 2-ден 1 шығарамын. 3 болды қазір. Көріп тұрсыздар ғой. Осы 3-ден 1 шығады, мінекей. 3 столбикті 1 столбик қылам былай. Ары қарай 2 петля іліп алам. Енді тағы да тура солай 3 столбиктен 1 столбик шығарамыз. Міне қарасаңыздар, 3 петля, 3 жіп тұр. 3 жіптен 2 жіп шығарам, міне. Тағы да 2 іліп алып, міне. Қазір міне 4 жіп болды. Міне 2-ден 1 шығардым. Тағы да тура солай жасаймын. Міне 5 болды мына жерде. 2-ден 1 шығарам. Міне 4 жіп болды. Осы 4 жіптен 1 жіп шығарамыз. Тағы да 2 петля ілем. Жіпті орап алам крючокқа. Кольцодан жіпті алып шығам. 3 жіп. Міне 2 жіптен 1 жіп шығардым. Міне көрдіңіздер ғой, 1 столбиктікі. 2-ші столбиктікі міне. Міне 2-ші столбиктікі. Енді мына 3-ші столбик. Мінекей. 3 столбикті де осылай жартылап тоқып алып, сосын 3-ден 1 шығарамыз. Мінекей. Енді 2 петля тоқимын. Ары қарай тағы да столбик жіпті іліп алып, кольцодан жіпті алам. 2 жіптен 1 жіп, тағы да жіпті іліп алып, 2 жіптен тағы 1 жіп шығарам. Жіпті іліп алам. Кольцодан жіпті іліп алып, мінекей. 3 рет осылай істеп, сосын 3-ден 1 шығарамыз. Ары қарай 2 петля іліп алам. Мінекей. 2-ден 1, 2-ден 1, 2-ден 1. Түсінікті де ойлаймын. Міне, осылай 8 жасаймыз. Тағы да. Мінекей. 2-ден 1, 2-ден 1, 2-ден 1. Мінекей. 2, 3, 4, 5, 6 болды менде. 2 петля ілем. Тағы да жіпті іліп алып. 2-ден 1 шығардым. 2-ден 1. 2-ден 1 шығардым. Енді осыдан мінекей 1 шығардым. Ары қарай тағы да 2 петля. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Соңғысын істейміз мінекей. 2-ден 1. 2-ден 1. 2-ден 1. Осы 4-ден 1 ілеміз. Мінекей. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 болды. Енді 1 петля ілемін де жіпті орап алып, мына 1-ші столбиктің мына жеріне міне. Дұрыс көрінбей жатыр. Мына жерден міне
Енді қазір қараңыздар. Жіпті іліп алдым. Енді мына жерден жұмысшымен шығарамын. Мінекей. Үшеу болды қазір. Осыдан үшеуінен бір жұмысшымен бірден шығарып аламын. Сол кезде бізде мынандай арка пайда болады. Мына жіпті тартып, арасын жақындатамыз. Мінекей. Бұлай арасын жақындатамыз. Енді не істейміз? Енді екі петля көтеремін. Мына аркадан екі столбик, жаңағыдай екі столбик шығарамын. Міне біреу, екеу. Өйткені біздегі мына бірінші не? Бір петля бұл, бір столбик бұл есептеледі. Міне көрдік қой. Енді осы үшеуін біріктіріп, біреу шығарамын. Ары қарай. Екі петля көтеремін. Енді мына аркадан кәдімгі үш столбик тоқимын. Бір столбик, екі столбик, кәдімгі жай столбик тоқимын еден. Екі столбик, үш столбик. Көрдік қоя, енді екі петля. Арғарайында келесі аркадан жаңағыдай екеуін біріктіріп, екеу біріктіреміз. Міне күрчекті 4 жұп болды, осы төртеуден біреу шығарамыз. Көрдік қой? Енді екі петля іліп алып, тура сол аркадан тағы да тура солай жасаймыз. Жіпті іліп аламыз. Екеуден біреу. Екеуден біреу. Екеуден біреу. Осы төртеуден біреу шығарамыз сосын. Тағы да екі петля. Мына аркадан үш столбик тоқимыз. Бір, екі, үш. Енді екі петля ілеміз. Келесі аркаға екеуден біреу, екеуден біреу, екеуден біреу. Осы төртеуден біреу шығарамыз. Екі петля. Тағы тура сол аркадан екеуден біреу, екеуден біреу, екеуден біреу. Төртеуден біреу шығарамыз. Екі петля. Мына аркадан үш столбик тоқимыз. Осылай айналдырып шығамыз. Үш столбик тоқыдым. Екі петля. Келесі аркадан екеуден біреу. Екеуден біреу. Тағы екеуден біреу шығарамыз. Енді осы төртеуден біреу шығарамыз. Екі петля. Тура сол аркадан екеуден біреу. Екеуден біреу. Екеуден біреу. Төртеу болды. Осы төртеуден біреу шығарамыз. Енді екі петля. Келесі аркадан үш столбик тоқимыз. Бір, екі, үш. Енді екі петля. Бағана бастаған жерімізден біз бір не істегенбіз. Бір мынадай не істегенбіз. Үшеуден біреуді біреу қылып шығардық. Енді тура сол жерден тағы да жасаймыз. Екеуден біреу. Екеуден біреу.
екеуден біреу. Осы төртеуін біріктіріп, бір петля ілеміз. Жаңылыс кетпеңіздер, осы жерден бір петля шығарып, мынамен біріктіреміз. Мінекей. Міне. Жіпті іліп аламыз. Мына жерден мінекей. 3 жіп болды. Осы 3 жіптен біреу шығарамыз. Мінекей. Көрдік қой, екінші қатар аяқталды бізде. Мына жіптер тартып қойыңыздар, сонда арасылы жабықтыру керек бізде. Енді 2 петля сол аркадан, мына аркадан, екеуден біреу, екеуден біреу шығарамыз. Мына жерде қазір бізде 3 болды. Осы 3-ден біреу қыламыз. Енді 2 петля. Ары қарай біз бағана мына жерден 3 столбик тоқыдық қой. Енді осының мына 2 жанынан 2 столбиктен қосып, мына 3-мен 7 столбик тоқимыз. Мінекей. 1 2 3 4 5 6 7 столбик болды. Мінекей. Енді 2 петля іліп алып, мына арканы тоқимыз. Аркадан мынандай 2 өрнек шығу керек бізден. Ол үшін жіпті іліп аламыз. Аркадан өткізіп, екеуден біреу, екеуден біреу, екеуден біреу. Не бізде 4 жіп болды, осы 4-ден біреу шығарамыз. 2 петля, сол аркадан тағы да екеуден біреу, екеуден біреу, екеуден біреу. 4-еу, осы 4-ден біреу шығарамыз. 2 петля, енді келесі мына 3 столбиктің үстінен жанынан 2 столбик қосамыз. Столбиктердің үстінен столбик тоқимыз. Мінекей, менде 5 столбик болды. 6 7. Енді 2 петля, мына аркадан мінекей өрнекті жасаймыз. 2 3. 3-ден біреу шығарамыз. Біреу, 2 іліп алып, тура сол аркадан тағы да біреу, 2 3. Күрчекте 4 жіп болды, осы 4 жіптен бір жіп шығарамыз. Мен осы қатарды толық түсіндірейін сіздерге. Мына 3 столбиктің үстінен 2 жанынан 2 столбик қосып 7 столбик тоқимыз. 5 6 7. Бұл жер түсінікті деп ойлаймын, Мына жерден 2 петля іліп алып, келесі аркадан
екеуден біреу, екеуден біреу, екеуден біреу шығарамыз. Енді осы төртеуден біреу шығарамыз. Екі петля, тура сол аркадан екеуден біреу, екеуден біреу, екеуден біреу. Мінеки төртеу болды. Осы төртеуден біреу шығарамыз. Ары қарай екі петля. Енді мына соңғы 3 столбиктің үстінен 7 столбик тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Міне 7 столбик тоқыдым. Енді екі петля. Ары қарай мына бастаған аркамыздан мінекей осы жерге тағы да екеуден біреу, екеуден біреу, екеуден біреу шығарамыз. Мінекей осы төртеуден біреу шығарып, бір петля іліп аламыз бұл жерде. Сосын жіпті іліп алып, міне өзім мына жерде 3 не тұр ғой, соның соңғысынан біріншісінен, яғни жіпті іліп аламыз, жұмыс жібін. Міне қазір крючокта 3 жіп тұр. 3 жіптен бірден шығарып аламыз. Ары қарай 2 жіп көтеріп, үшінші қатарымызды тура жаңағыдай осы аркадан бастаймыз. Осы аркадан мінекей екеуден біреу шығарасыздар. Екеуден біреу шығарып, осы үшеуден біреу шығарасыздар. Біріншісі солай болады. Ары қарай екеуден 2 петля іліп алып, енді мына 7 столбиктің үстінен, жетеудің үстіне столбик тоқимыз. Екі жанынан екеуден төртеу қосып 11 столбик тоқисыздар. 1, 2, 3, 4. Мінекей екеу, үшеу, төртеу болды. 5-еу, 6-ау, 7-еу, 8, 9. Міне аркадан 2 жіп қосамыз. 10, 11 столбик болды. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 столбик болды. Енді 2 петля іліп алып, мына жерден тура осы өрнек түседі. Тура осылай жасаймыз. Мінекей. Екеуден біреу, екеуден біреу, 3 рет жасаймыз осы. Мінекей екеуден біреу жасадық. Осы 4 жіптен 1 жіп шығарамыз. Мына жерде 2 петля іліп аламыз да, тағы тура сол аркадан тағы жасаймыз. Екеуден біреу, екеуден біреу, екеуден біреу. Мінекей. Осы төртеуден біреу шығарамыз. 2 петля іліп алып, ары қарай 7 столбиктің үстінен 11 столбик түсіріп, бұлай не? 4 бүрішті болып, бұлай 4 квадрат болып шығу керек. Сіздерге көрініп тұр, анық. Мінекей. Осы квадратта мен өрнегімнің 8 қатар, ортадағыны қосқанда 8 қатар болу керек. Маған негізі 16 сантиметр керек. Мен осылай 8 қатар тоқығанда 16 сантиметр болды. Мен мінекей біреуін дайындап алған, міне. Осылай шығу керек. Көрдік қой? Осындай квадрат шығу керек. Мінекей. Осындай квадрат шығу керек сіздерде де. Өлшегенде мінекей.
екі жағы да бірдей болады. Мінекей 16 сантиметр. Көрініп тұр ма сіздерге? Мінекей 16 сантиметр. Мінекей 16 сантиметр. 16 сантиметр. Мінекей 16 сантиметр. Мен мынаны осылай тура осыған жеткізіп 8 қатар тоқуым керек. Міне 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 қатар. Сіздер де өздеріңіз стопқа қойып 8 қатар тоқып алыңыздар. Мінекей мен квадратты тоқып біттім. Енді осыны біріктіреміз бұлай. Мынадай қылып тігіп шығуымыз керек. Осылай шығу керек. Ол үшін міне теріс жағынан тігеміз. Мінекей. Бұлай тұрған кезде мына жоғарғы жағынан 9 сантиметр қалдырып, міне 9 сантиметр қалдырып, осы жерден бұлай тіккен кезде мына жағынан 8 сантиметр қалып, мына жерге дейін тігіп келеміз. Ары қарай мына жерді бұлай тігіп шығамыз. Осылай тігіп шығамыз, сонда бізде осындай керемет пинетка шығады. Мінекей. Мына жерден мен қазір мына жағынан бастайын. Мына жерден 9 сантиметр өлшеп алып, міне осы жерден бастап тігем. Мына жерден шыбынды өткізіп алдым. Байлап. Мына жағынан, мына жерден 8 сантиметр қалғанша тігіп шығам. Мына жерден мінекей. Мына жерге дейін тігіп келем қазір. Сосын мынаны былай біріктіреміз. Тура ортасынан осылай біріктіріп шығамыз. Түсінікті болса, мен стопқа қойып қазір тігіп шығам. Мінекей мен тіккенім осылай болып шықты. Бұлай айналдырып тігіп шықтым. Мына жерден мына жерден үшбұрышты қайырып осылай тіктім. Жаңа сіздерге көрсеттім, тура осыны өйтіп қайырып тігіп шықтым. Енді мінекей мынадан айналдырып былай тіктім. Былай и былай. Енді мына жерден оңға жатамыз. Аяққа кигенде өте ыңғайлы тұрады екен. Мен өзім қызыма кигізіп көрдім. Осындай квадраттан әдемі пинетки шығаруға болады екен. Осылай болып шығады. Егер сабақ ұнаған болса, лайк басып, комментарияға өз ойларыңызды жазып кетіңіздер. Рахмет.